Осы күйлерді электродомбырада сүймелдеуге мүмкіндік бар ма? Әрине, Негізі әрине. бола ма? Неге болмасқа? Бұл темірден жасалған ба? Темірден, шегі темірден жасалған. Басы, екі құлағы, мойны, пернелерін қарап отырсаңыз темірден жасалған. Екі шегі темірден, құлағы темірден, ал бұл жалпы корпусы, жалпы денесі ағаш, ішінде темір болуы мүмкін. Бірақ темір мына жерде ғана бар. Мен білем оны. Өзінің салмағы да өте ауыр. Усилитель дейміз, шығару, өшіру, және де бұл ең әдемі жерін айтайыншы сіздерге. Мысалы, бізде деген Ақтоты деген жазушы. екі октава ғой домбырада. Бұда да екі октава, бірақ ля, си, до, ре, ми, фа бар. Екі дауыс бар. Бұл гитарный. Дыбысы да бөлек. Дыбысы да бөлек. Бұл гитараға қатты келеді да. Келеді. Мысалы, аранжировка жазылады ғой әндерде. Сол жерде бізде Қазақстанда әлі күнге дейін қиыны, ол гитараны бөлек жазамыз. Электрогитараны. Ал маған оңай, мен гитараның солосын дейміз. Ала бересің. Электр домбырада ала беремін. Дауысын өзгертіп қоямыз да, жаңа. Орындап көр. Адай күйін сізге мысалға ретінде көрсетейін. Ол классика домбыра біздің қалай екеуінің айырмашылығы бар екен. Бай,